Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиетінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Жүсіп баласағұнның құтты білік дастаны. Бүгін бұл шығарманың сюжетімен танысамыз. Оқу мақсаты әдеби шығармаларға сюжеттік композициялық талдау жасау. Сабақ мақсаты дастаннан үзінді оқып, сюжеттік композициялық құрылысына қарай талдау, ерекшеліктерді анықтау, бағалау критерийлері әдеби шығарманың мазмұны мен идеясын түсінеді, сюжеттік композициялық құрылысына талдайды. Олай болса, жаңа сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлінейік және топ атаулары арқылы бүгінгі сабағымызды болжап көрейік. Бірінші топ бақыт, екінші топ ақыл, үшінші топ әділет, төртінші топ қанағат. Топ атаулары арқылы тақырыпты болжап көріңіз. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымыз не туралы болмақшы? Олай болса, Жүсіп баласағұн мен және оның шығармасымен танысу үшін осы видеоны мұқият қарайық. Жүсіп баласағұн түркі халықтар тарихындағы қай түрлі дәуірінің аса көрнекті ақыны. Оның есімін әлемге танытқан әдеби туындысы құтты білік дастаны. Ақынның өмір туралы аздаған мәлімет осы дастанды көшірушілер тарапынан берілген кітаптың алғы сөзі іспетті жолдарда ғана айтылған. Ақын дастанды 1070 жылы 54 жасында Қашқарда жазып бітіріп, Табғаш Қарабогра ханға тарту еткен. Мемлекет басқарудың заңдары сынды бұл құнды еңбекке риза болған Богра хан ақынға ұлы хас хажип, яғни бас кеңесші, ұлы уәзір деген жоғары атақ берген. Қандай адам ұлы хас хажип болуы мүмкіндігі жөнінде дастанда егжей-тегжейлі айтылады. Дастан сол кезде Қарахан мемлекетінде өмір сүрген түркі тайпаларының бәріне бірдей түсінікті, ортақ әдеби тілде жазылған. Дастанның бүгінгі күнге дейін сақталып жеткен 3 нұсқасы бар. Біріншісі Венаның корольдік кітапханасында сақтаулы тұрған 1439 жылы Герат шаһарында ұйғыр әрпімен көшірілген нұсқасы. Сондықтан бұл нұсқа Вена немесе Герат нұсқасы деп екі түрлі аталады. Екіншісі араб әрпімен көшірілген Каир нұсқасы. Бұл қолжазбаның бір данасын орыс ғалымы Василий Васильевич Радлов көшіріп алған. Ол қазір Ресей ғылым академиясы шығыстану институтының Санкт-Петербург бөлімшесінде сақтаулы тұр. Үшіншісі 1913 жылы Өзбекстанның Наманган қаласынан табылған, араб әрпімен жазылған дастанның ең толық саналатын нұсқасы. Ол Өзбекстан ғылым академиясының шығыстану институтында сақталып келеді. Құтты білік дастанның басты идеясы 4 принципке негізделген. Біріншісі, мемлекетті дұрыс басқару үшін қарақылды қақ жаратындай әділ заңның болуы. Дастанда әділдіктің бейнесі ретінде күн туды патша алынған. Екіншісі, бақ дәулет, яғни елге құт қонсын деген тілек. Бұл мәселе патша уәзірі Айтолды бейнесі арқылы жырға қосылған. Үшіншісі, ақыл парасат. Ақыл парасаттың қоғамдық рөлі уәзірдің баласы өгділміш бейнесінде жырланады. Төртіншісі, қанағат ынсап мәселесі. Ол уәзірдің туысы дәруіш отгұрмыш бейнесі арқылы әңгіме болады. Құтты білік дастанында елді басқарған әкімнің басты міндеті халыққа құт, бақыт, дәулет әкелу, кедей халықты байыту екендігі ерекше атап көрсетіледі. Композициялық құрылысы жағынан дастан 6520 бәйттен, яғни 13040 өлең жолынан тұрады. Олар өз ішінде 85 тарауға бөлінген. Шығарманың негізгі бөлімдері 2 жолдық мәснауи түрінде жазылған. Дастан сюжеті автор алға қойған этикалық, моральдық, дидактикалық міндеттерге, яғни шығарманың әділдікті, бақ дәулетті, парасатты, қанағатты бейнелейтін 4 қаһарманның іс-әрекетіне тікелей байланысты етіп құрылған. Олай болса, мына сұрақтарға жауап берейік. Құтты білік дастаны эпикалық шығарманың орта көлемді түріне жатады. Сыртқы композициялық құрылымы жағынан құтты білік дастаны қандай болып келеді? Қанша бәйттен тұрады? Дұрыс айтасыздар, 6520 бәйттен тұрады. Бәйт дегеніміз 2 жолдық өлең. Бұл 13000 өлең жолы 85 тараудан тұрады. Ал ішкі композициялық құрылымы жағынан
Құтты білік дастаны 3 бөлімнен тұрады. Оқиғаның басталуы, сол оқиға желісінің біртіндеп ұлғая түсуі, үшінші осы циклде айтылуға тиісті ой пікірдің түйіні. Олай болса, осы бәйіттермен құтты білік дастанымен танысу үшін келесі видеоны қарайық. Адам баласының қадір қасиеті біліммен, ақылмен екендігі айтылады. Адамды хақ жаратты да ескерді, оған ақыл білім өнер ес берді, көңіл берді, әрі тілін тербетті, ұят берді, берді құлық келбетті. Тілін оңдап, ерік берді тіліне, ұят берді, қылық құлық тініне. Білік берді, адам бүгін жетілді, ақыл берді, қалай түйін шешілді. Кімге құдда берсе білім, ақылды, қолы жетіп алар ол-мол асылды. Ақылдылы біл, білімді, білікті, қонсы екеуі ұлы етер жігітті. Ақылды ұлық, білікті ұлы қарасаң, екеуі ұлы етер құлдың сарасын. Бұл сөзіме куә мұндай сөз де бар, сөзді естіп аларыңды көздеп ал. Ақыл қайда болса ұлылық болады, білім кімде болса сол білікті болады. Ақылды ұғар, білімділер біледі, түгел болар білімді есті тілегі. Білік мәнін біл, не дейді білген ер? Білім білсең, бәле жүрмес іргеден. Білімсіздер бар кеселді көреді, ем демесе тектен текке өледі. Надандарды дерт пен бәле үйірер, ем демесе ерте сөніп күйінер. Кел, ай надан, дертке дауа жасағын, надан білім алса құты тасады. Ақыл бұйда ере түссең жетелер, сансыз арыз тілегіне жетер ер. Ақыл болса пайдасын ер көп көрер, білім білсе әзіз тірлік өткерер. Ақыл күллі ісіңді алып шығатын, бұл біліммен көрер бектер мұратын. Күллі ісіңді ақылыңмен баптағын, уақытыңды біліміңмен сақтағын. Олай болса, байқасаңыздар, осы ақыл білім туралы бөлімде 3 бөлікке бөліп қарайық. Кіріспесінде не туралы айтылады? Кіріспесінде адамның жаратылуы туралы айтылады. Байқасаңыздар, алғашқы бәйітке назар аударыңыздар. Адамды хақ жаратты да ескерді, оған ақыл, білім, өнер ес берді, көңіл берді, әрі тілін тербетті, ұят берді, берді құлық келбетті дейді. Байқасаңыздар, бірінші кіріспе бөлімінде адамның жаратылуы және оның білімді, өнерлі, есті болып жаратылғандығы туралы айтылады. Ал негізгі бөлімінде ақылдың, білімнің пайдасы туралы айтылады. Ал түйін соңғы қорытындысында түйінінде сол ақылды, білімді сақтау қажеттігін айтады. Келесі тапсырмаға өтейік. Мағынаны таны, берілген үзіндіден адам бойындағы ғұлама көрсеткен адамгершілік асыл қасиеттер мен азғындық жолға түсірер жағымсыз қылықтарды қағаз бетіне түсіре отырып ғұламаның айтпақ ойын түсіндіріңіз. Төменде келтірілген үзіндіден ақыл, білім, тіл туралы айтқан ойларын жинақтап, автордың түйінді ойын білдіріңіз. Келесі тапсырма, баласағынның бектерге айтқан өсиетін абай өлеңдерімен салыстыра отырып баға берейік. Оқулықтарыңыздан қараңыздар. Жүсіп баласағын қандай 5 нәрседен алыс бол дейді. Ал Абай Құнанбайұлы қандай 5 нәрседен қашық бол дейді. Екеуіне тән қандай ортақ ой бар? Осыны міндетті түрде дәптерлеріңізге жазыңыздар. Келесі тапсырма, байқасаңыздар, Жүсіп баласағынның құтты білік еңбегіндегі бәйіттері 2 жолдан тұрады, және онда философиялық астарлы ой жатыр. Қазақтың мақал-мәтелдеріне өте ұқсас болып келеді. Мына 3-ші тапсырмада сіздерге құтты біліктен үзінділер және қазақ мақал-мәтелдер берілген, соларды салыстырып, ұқсастықтарын, мағынасы жағынан ұқсас мақал-мәтелдер мен бәйіттерді сәйкестендіріңіздер және олардың ішінен біреуін таңдап алып, мағынасын ашыңыздар. Мысалы, ақыл қайда болса, ұлылық толады. Білім кімде болса, сол білікті болады. Осы бәйіт қай мақалмен сәйкес келеді? Дұрыс айтасыздар. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады.
осы секілді етіп сәйкестендіріңіздер. Кері байланыс ретінде кім не қалай әдісі арқылы сабақ соңында осы сұрақтарға жауап беріңіз. Баласағын үйдің құтты білік кітабы не туралы? Кітаптың кейіпкерлері кімдер? Баласағын үй ойынша шын дос кім? Тілдің пайдасы мен зияны туралы не айтылған? Баласағын үйдің ойы абаймен үндесе ме? Қалай ойлайсыздар? Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.